Қашанда жүзінен жайсандық пен жайдарлылықтың лебі есіп тұратын сергек көңілді азамат Нысанбай Молдиевтің есімі мұнайшы қауымға жақсы таныс. Бүгінде айтулы кәсіпорынның кәнігі маманы, мұнай саласында өзіндік қолтаңбасы бар Майталман. Жылой ауданы Қосшағыл мұнайшылар поселкесінде туып өстім. Менің әкем ол да мұнайшы болған. Менің есімде кішкентай кезімде сол әкемнің жұмыс жасап отырған жеріне баратын едім, жаңа қарап. Ол уақытта әліп сол бір 6-7 жастан бекен сол әкемнің жаңа жолын болып, мен де сол мұнайшы болдым. Енді жалпы мұнайшылар семьясында туып өстім. Менің ең қазір 2 ұлым да сол менің жолымды қуып мұнайшы болып жұмыс жасап жатыр. Нысанбай Молдиев теңіз кен орны іске қосылғаннан бастап, күні бүгінге дейін қара алтынның ошағына айналған алып өнеркәсіптің қазанында бірге қайнап келеді. Алғашқы жұмысын өндірісте операторлықтан бастаған. Теңіз-Шевройл кәсіпшілігіндегі қызметі участок басшысы, кеңесші консультант болудан басталды. Ақ көңіл. Болашаққа зор сеніммен жұмысқа кіріскен жас маман сол кезде бәрі жақсы болатынына сенді. Я думаю, что у нас будет все нормально. Әр сөздің құдіреті бар. Барлығы Нысанбай Молдиев айтқандай жақсы болды. Теңіз-Шевройлдағы еңбек еткен жылдарында газ айдау зауытын, екінші буын зауытын, өндіріс қауіпсіздігі тобын басқарды. Келешек кеңею жобасы аясында 40 ұңғыны іске қосып, командалық жұмыстың жоғары нәтижесін көрсетті. Қазіргі таңда жоғары қысымды төменгі қысымға ауыстыру жобасының менеджері болып жұмыс жасайды. 3 ондық тартқа тастаған Нысанбай тарихи сәтті еске алды. Мен 82 жыл жұмысқа кіргенде, вахтовый поселок, шоқ қалашылығы, венгерский, олардың біреуі де болған жоқ бұл бізде. Қазіргі жүріп келе жатқан жолымыз тек қана жаңадан салып жатыр. Асфальт жоқ. Грейдер болды, жаңағы ішінде шебінде жоқ, не жоқ, тек топырақтан көтерген. Бұл жол биік болды. Қазір мынау отырып қалды. Шаңырақ, мынау бер жағында салынған поселок дейді, олардың артымен жүр. Бірінші жиналыстар шо келгеннен кейін жиналыс болып жатыр, чайник қайнап жатыр. Бір жігіт жүгіріп бар, суыруға жүгіріп батырғанда чайник сам по себе отключился. Вот это у нас не было тот шо. Мы таких чайников не видели. Просто қайнап жатырғанда өзіміз тоқтан суырып тастаймыз. Нысанбай Молдиевтің пікірінше әлемдік деңгейде орны бар компанияда әр адамның тұлға болып қалыптасуына жағдай жасалған. Ұдайы оқу мен өсу осының дәлелі. Нысанбай Молдиевті осы Теңіз-Шевройлдағы еңбек еткен жылдары партаға қайтап отырып, ағылшын тілін үйренген. Қазір еркін сөйлейді. ABC-ден бастадық қой бәріміз деген. Алматыда бір шетелдік сабақ берді. Магазинге барасында маған айтады, сен ағылшынша сөйле, мен сенің неге перевод жасай дейді, продавецке. Сосын мен барып ағылшынша сөйлеп, ана неде қарайды жаңағы продавец. Мен сіз қазақ деп тұрсам, жаңағы қайда білсін? Мен ағылшынша айтам, ол анаған орысша айтады. Тоже один из хороших методов улучшить жаңағы. Мамандығын мақтаныш ететін мұнайшының әр сөзі позитив. Жақсы көңіл күймен тек жақсылықты көретін ол, Теңіз-Шевройлдың бір қатар жетістіктеріне тоқталды. Шоның бір жақсы қасиеті, мысалы, жақсы жұмыс жасап өзін көрсете білді ме, оны мысалы, алдағы уақытта оның жұмысын көтеру, шоның бір өте жақсы мақсаттарының бірі жаңағыдай ашық сұрақты көпке дейін ашық күйінде қалдырмау. Қолдан келсе тез арада жабу, бұл сұрақтарды шешу өте жақсы бір қасиеттерінің бірі. Вахталық әдіспен жұмыс жасайтын әр адамның екінші отбасы ол ұжымы. Ұжымдастан отбасылық досқа айналдырғандары көп. Бауыр басып қалатындар да сонша. Еңбек еткен жылдардағы әрбір әріптесті тебіреніспен еске алады.
Тағы бір қызығы теңіздегі қызметтің арқасында ол әлемнің түкпір-түкпірінен жанашыр достар тапқан. Ол енді 28 күн онда жұмыс жасағаннан кейін жаңада айттым ғой, көптеген осы жақтан достар табылады деп. Мысалы, ол достарменен мұнда жүрген жерде ауылға барғасында жаңағы кездесуге тырысамыз, семьялармен бірге араласамыз. Балаларымызбен балалар деген сияқты ол одан қашып құтыла алмаймыз ол енді. Ол неге десеңіз дос, ол әрқашанда дос. Енді содан кейінгі қазіргі сменшігімен Бабаджи ғой. Өте жақсы жігіт, жас жігіт, талантты жігіт. Кейде сұрақтар болғанда мен тың бермеймін, үйінде демалыста жатса да жазып жіберіп, Бабаджи, помоги деп. Отказ жоқ. Тамаша жігіт просто. Бес шамақ жегім келеді деді ол. Бес шамақ сен етпен әлі жесің, сосын қызыл балықтан бес шамақ жасап берді. Жолдасым. Мәз болды кәдімгі, жақсы екен деп, қызыл балықтан бес шамағым. It's been a privilege and honor really to work as Nissanbai's back-to-back. So two things struck me about Nissanbai during that engagement over the course of 10 days. First, Nissanbai was a bit of a legend, right? I mean, his knowledge and experience in the oil and gas operations in Tengiz is as vast as the mighty Tengiz field itself. Got me to try the food and everything, which was an experience that was very memorable, and I can never forget that. Nissanbai is, he cares about the safety and well-being of his family, friends, and colleagues extremely. And he's taught me a lot about the Kazakh culture and geography, which on a day-to-day basis, it actually helps me connect with the Kazakhs that I interact with professionally. I really appreciate that, and it really makes for a very memorable experience for me here in TCO and in Kazakhstan during my time here. Thank you. Бақыт бағалай білгенге тұрақтайды. Оның үлкен кішісі болмайды. Шо компаниясында жұмыс жасағаннан енді өзім бақыт санаймын. Негізгі менің бақытым ол тек қана жұмыс істеу ойламаймын. Ол енді жанұя жағдайына келетін болсақ, менің көптеген немере жиендерім бар. Мысалы қазіргі таңда мен солармен бақыттымын деп ойлаймын. Көптеген уақытымды сол жанұямен бірге болуға тырысамын. Отбасында сақталған татулық пен тыныштық оның қызметте дамуына зор ықпал еткен. Мейірім мен махаббат үйлесімділік тапқан шаңырақта сыйластықтың үлгісі көрініп ақ тұр. Жұбайы Болсынай Турабаева мен таныстықтары құдды үнді фильм сияқты. 82-де таныстық, 82-ші жылы содан бір 2 жылдай жүрдік, қыз жігіт болып. Енді ол мезгілде Құлсарда жаңағы жалғыз Мереке дейтін кинотеатр бар. Ол мезгілде жаңағы әлі телевизорда ештеңе жоқ. Индийский киноларға барамыз жаңағы. Гита, Зита, там, көп еді ғой. Арам, Ишам, суық өтіңде танысыға барамыз. Енді сол 2 жылдан кейін үйлендік. Енді бір-біріміз жақсы көрдік. Соның арқасында қазір осындай бақытты өмір сүріп отырғанымыз, жаңа енді 2 ұл 1 қызымыз өмірге келді. Бәрі де семьялы, бәрінде балалары бар, жұмыстарында жүріп жатыр. 28 демалысқа келгенде немерелер сағынады, жүгіреді. Бәріміз сағынамыз, 28 жылдан өтіп кетеді үйде, ал жұмыста өтіп болмайды. Таңертең тұрып балдарды сабаққа апарады. Бақыттың отбасына арнайтын атасына немерелері де тақпақ жаттап жарысады. Ол ата Нысанбайдың жүрегін жылытып, бойына қуаныш сыйлайды, мейірлендіре түседі. Дедушка лучший, самый родной, самый любимый и дорогой. Знаешь, что тебя обожает на свете лучшие внуки, лучшие дети. Нысанбай Молдиевтің балалары да әке жолын жалғады. Мұнайшы мамандығын меңгеріп, қазірде ел дамуына өз үлестерін қосуда. Қалайсыңдар? Сабағың қалай, сабағың? Қалайсың, Аңсар? Жақсы, давай.
жақсы сау болыңдар, рахмет. До свидания. Нысанбай Молдиев ол кәсіби маман, сүйікті жар, арқа сүйер әке, қамқор ата, сенімді аға. Тоқтамай айта беруге болады. Өйткені қарапайым отбасынан шыққан ауыл баласы қазіргі бақытын өзі құрады. Қазір еңбегінің жемісін көрген Мәуелі Бәйтерек мұнайшы әріптестерін құттықтап, тілегін арнады. Шо жетістіктерге жете берсін, гүлдене берсін, тілегіміз 30 жылдық мерекесі құтты болсын. Енді әріптестеріме тілейтінім еңбектерінің жемісті болсын, әрқашанда жанұяларың аман болсын. Осы компаниямен бірге жетістіктерге жете беруіне тілектеспін.